бутылканы кез келген жерден суды құя бересіздер. Пожалуйста, аштыңыз, құйдыңыз болды. Мынаның ішіндегі мынау картридж, жаңа тяжелый металл, ртуть, мышьяк, радиация, гормондарды ұстап қалады, керек емес нәрселерді. Бірақ кальций, магний, натрий, калий деген жаңағыдай минералдардың барлығы судың құрамында қалады. Жылына бір-ақ рет ішіндегі картриджін ауыстырып отырасыз болды. Алдыңыз, іштіңіз болды, керемет. Даже суды ішу механизмді қарасаңыздаршы, міне, мынаны қарасыз. Ол не істейді? Ол второй подбородок. Былай айтқан кезде, екінші подбородок бар ғой, каждыйда, да? Вот соны кетіреді. Көрдіңіз ғой, менде жоқ мына. Тап-таза. Тартылып қалған ғой, бәрі жоқ. Әп-әдемі. Второй подбородок болмайды сіздерде, біріншіден. Екіншіден әжім болмайды. Беттегі бүткіл әжімдерді кетіреді. Су ішкен сайын. Ойлаңыздар, да? Одан кейін барып, мына суды сіздер ұрттап қане іше аласыздар. Қылқылдатып іше алмайсыз, да? Значит, ұрттап ішілген су, ол сүннет бойынша ішілген су. Пайғамбарымыз неге үйтіп айтқан? Өйткені ұрттап ішілген су біздің, оказывается, сілекейімізбен араласып үлгереді екен. Сол су моментально біздің клеткамызға барады екен. Қараңыздар, қазір уже медицина соны дәлелдеген. Да? Енді, жаптыңыз болды. Өте ыңғайлы, өте керемет. Құласа да сынбайды, еш нәрсе болмайды. Өзіңізбен бірге фильтрді алып жүріп, жаңағыдай таза су ішесіз. Мынаның жаңағыдай картриджі жылына 1 рет ауысады. Ол 600 бутылка тастайды, алмастырады. Ойлаңыз, 600 бутылка, ойлаңыздаршы, 600. Да? Енді 1 литр жаңағыдай су қанша тұрады? 400 теңге ақша тұрады. 600-ді 400 теңгеге көбейтетін болсаңыз, 240 мың теңге біз жылына суға жұмсап жібереді екенбіз. Ойлаңыз, 240 мың теңге. Мынаның ішіндегі картриджі тұрады, 38.500 теңге тұрады. 40 мың теңгеденші. Сонда жылына сіз 200 мың теңге ақшаны үнемдейді екенсіз. Ойлаңыз, біріншіден, ақшаны 200 мың теңге жылына үнемдейсіз. А семьяда 5 адам ішіп жүрсе, ойлаңыздар, да? Сіз почти миллион теңге экономдап тұрсыз ғой. А ол күнделікті қалтаңыздан мен сізге айтайын, да? 100 теңге, 500 теңге, 1000 теңге суға кете береді. Ол білінбейді, ол ақшаны сіз санамайсыздар. 1000 теңге сіз енді күнделікті фюсти чай іштіңіз, кока-кола іштіңіз, там су сатып алып іштіңіз, мысалы, да? Оны сіз ақшаны есептеп жатқан жоқсыз. Ақша кетіп жатыр қалтаңыздан. Күнделікті кетіп жатыр, дұрыс па? Енді сіз қараңыздар. Одан кейін барып, ең басты сіз қандай су ішесіз? Тірі, таза су ішесіз, да? Мен айтып отырмын ғой сіздерге, мен Америкада жүріп, кайфовать етіп жүріп іштім ғой мына суды. Кайфпен іштім ғой мына суды. Неге? Өйткені бәр жерде пластик, барлық жерде пластик, мен сізге айтайын, да? А бізде именно жаңағыдай керекті, денсаулыққа пайдалы, керемет суды ішіп жүрдім, да? Өте керемет. Аштыңыз, іштіңіз болды, да? Енді қараңыз, келесі бізде фишка, мен сізге айтайын, да? Енді түсіндік қой, да? Мынаның ішіндегі картридж ауысқан сайын сізге не түседі? Сізге ақша түседі, дұрыс па? Сізге бірінші жаңағыдай сауап түседі. Донат дейді ғой, жаңа сауап түседі сізге бірінші, да? Сауап. Неге? Өйткені ең үлкен садақа дейді, ол жаңағы бір адамды сусындандыру дейді. Қараңыздаршы. А сіздер қараңыздар, мына адам, бір адамға айттыңыз фильтр туралы, ол фильтрді сатып алды, да? Күнделікті ішіп жүр. И және де мына фильтрдан ішкен адам, ол всегда сізге алғысын айтады. Атасын береді. Каждый раз шөлін қандырған сайын сізге алғысын айтады мына судан ішкеннен кейін, да? Және де келесі біздің керемет фишка. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Қайда кетіп қалды? Қазір 1 секунд.